Теодор Джон Качинский, американдық сериялық бомбалаушы террорист. Качинский 1942 жылы 22 мамырда дүниеге келген. Ол екінші буын поляк-американдықтар Теодор мен Ванда Качинскийдің ұлы. Ол жастайынан математикадан озық болған вундеркинд бала еді. Ол Evergreen Park орталық мектебінде оқыған кезде оның IQ-і 167 екені анықталғанда, оған 6-шы сыныпты жіберіп, 7-ші сыныпқа өтуге рұқсат етіледі. Үлкен балалармен бірге Качинский жиі өзін сәйкес келмейтіндей сезінетін. Орта мектепте Качинский математикаға әуес болды. Әлеуметтенуден гөрі теңдеулерді шешуді жөн көреді. 16 жасында Гарвард университетіне қабылданып, оны 1962 жылы бітіреді. Одан кейін Мичиган университетіне оқуға түсіп, математика бойынша PhD дәрежесін алады. Бір кезде Берклидегі Калифорния университетінде геометрия және есептеулер бойынша бакалавриат курстарынан сабақ берді. Көптеген студенттер оның сабақта ыңғайсыз екенін, сабақта жиі кекештенетінін және көбірлей беретінін байқайды. 1969 жылы ол еш себепсіз отставкаға кетеді. 1971 жылы ол ата-анасымен Ломбард қаласына көшіп келеді. Отбасының қаржылық қолдауымен өзін қаржыландырған Качинский жеуге жарамды өсімдіктерді анықтау, қадағалау және қарапайым өмір сүру дағдыларын үйренеді. Уақыт өте келе ол урбанизация, яғни қала өміріне байланысты мұндай өмір салты мүмкін емес екенін түсінеді. Соңғы кезде ол өзінің сүйікті жерлерінің бірі асфальт жолмен жабылғанын білгенде, ол биліктен кек алуға шешім қабылдайды және 20 жылға жуық уақытқа созылған пошталық жарылыстар сериясын бастайды. Ол 1978 жылы ФБР-дың назарына ілігеді. Кейінірек олар бұл істі Унабом деп атайды. Бұл лақап ақпарат құралдары ақырында біліп, оны Унабомбер деп өзгертеді. Джон Дуглас және мінез-құлық ғылымы бөлімі қылмыскерді ортадан жоғары интеллект және академиямен байланысы бар деп сипаттайды. Қылмыскердің ауыр ғылымдар бойынша академиялық дәрежесі бар екені анықталады. ФБР бұл бомбалардан алынған затты дәлелдерге негіздеп, қылмыскердің ұшақ механика екеніне сенеді. Ол сондай-ақ өнеркәсіптік қоғам және оның болашағы атты 50-ден астам беттік манифест жазып, оны жаңалықтар журналында жариялауды талап етіп, оның талабы орындалса, науқанды тоқтатуға уәде беріп, ақпарат құралдарына жібереді. Ақырында оны Нью-Йорк Таймс және Вашингтон Пост газеттері брошюра ретінде басып шығарады. Бір аптадан кейін Качинскийдің ағасы Дэвид билікке ағасының мінез-құлқы туралы хабарлайды. Оның өмір салты лингвистикалық талдаумен біріктіріліп, билікке оның кабинасын іздеуге рұқсат береді. Ішінде олар бомба жасаудың бірнеше компоненттерін, 40 000 беттік манифест және бір бомбаны табады. Қамауға алынғаннан кейін Качинский атақты қылмыскер әлі ұсталмаған зодиак өлтіруші деген күдіктелінеді. Бірақ ол өлтірулердің көпшілігі Иллинойс штатында болғандықтан теория қабылданбайды. Ол қазір Колорадо штатындағы Супермакс түрмесінде өмір бойына түрмеде жазасын өтеп жатыр. Ол әлі де эссе жазады. 2010 жылы оның манифестінің түзетілген нұсқасы мен кейбір эсселері кітап болып жарияланды. Тергеудің басында ФБР Унабомбер туралы дұрыс емес профиль жасайды. Онда ол 18 бен 22 жас аралығындағы ер адам ретінде көрсетілген және физика немесе инженерлік білімі бар колледж студенті болды. Ол сондай-ақ жоғары орта таптың өмір салтын ұстанатыны белгілі болды. Алайда бұл профиль қате болды. Өйткені Качинский математика бойынша білімі бар, жасы 40-та болған және қаржылық жағдайы нашар болды. Бірақ сонымен бірге тергеудегі кез келген адамнан да ақылды болды. Тағы да бір дәлел емес профильде Унабомбер Чикагода тұруы мүмкін. Оның жасы 20-да болған, анасымен бірге тұрған, дәрігерлік жұмысы бар және көлігіне өте жақсы күтім жасаған. Тағы да Качинский бұл профильге сәйкес келмеді. Өйткені оның жұмысы жоқ, өзі жасаған сарайда жалғыз тұратын, тіпті көлігі де болмаған. Ол бомбаларын велосипедпен жеткізетін. Качинскийдің манифестін оқығаннан кейін мінез-құлық психологы Кэтлин Пукет Унабомбер өте нарциссист болғанын және оның артықшылығына, әсіресе оның интеллектіне сенімді екенін айтады. Манифесттен Пукет Унабомбердің балалық шағы бақытсыз болғанын түсінеді. Оның шағымдары технологиялық қоғамға қарсы бағытталған деді. Аптасына 22 сағат бойы сұхбат беріп, жауап алған соң, оған параноидты шизофрения диагнозы қойылады. Психолог Ксавье Мадор Качинский туралы, оның миы оны тарих үшін өте маңызды адам деп сендірді деді. Качинскийдің бомбалары қолдан жасалған құбыр бомбалары болды және оларда әрқашан ағаштың қолдан жасалған бөліктері болды. Сондай-ақ конструкцияларға ағаш немесе ағаш кесектері жиі қосылды. Качинский бомбаларды романмен бүркемелеп, пошта бомбалар үшін Евгений Онильдің $1 маркаларын қолданды.
Бомбалар әдетте университеттердегі, авиакомпаниялардағы және компьютерлік дүкендердегі адамдарға жіберілді.